Сәлем достар, бүгін біздің 4-ші сабағымыз. Мен өте қуаныштымын, әрі қарай видеоларымыз жалғасып жатқанына. Өткенде біз сәл-пәл кофеге тоқталдық, мен өзіме сондай сыйлық жасаймын деген. Бұл осыған сәл тоқталғын қарайықшы, себебі жаңағы ол видеода айта кетпедім да, қазір аяқтап тастайын сол ойымды. Себебі мына әрқайсымыздың ішімізде бір бала бар. Сол балаға біз сыйлық бермесек, мына қазір сен осыны бітір, сосын саған торт берем деп сөйтіп алдамасақ, ол оны жасамайды. Дәл қазір біз жаңа жолда тұрмыз да, өзімізге жаңа паттерн, жаңа привычка қалыптастыруға, ол әрине қиын, бұрынғыда ломать ету, міне сондықтан ал ол нейронный связь қалыптасқаннан кейін ол тереңдеу керек. Сол үшін де басында қиын болғандықтан өзімізді сындыру, біз сондай бір тәтті нәрсемен алдап қоямыз да. Басында мысалы ретінде мен видео рецепттер жасамай өте қиналдым. Дауысы ұнамайды, видео ұнамайды, бірақ осыны жасап болсын, кофе ішемін деп алдап, әйтеуір қазір видеоларым кетті, Құдайға шүкір. Ал бұл 4-ші сабақ не туралы? Бұл жерде нақты сауда туралы. Егер сізде ондай саудамен айналыспайтын болсаңыз, онда өтіп кете берсеңіз болады, продажа деді ғой, Ал мен ойлаймын, жалпы өмірде кез келген адам зат сатсын, өзін сатсын, қарапайым, өзінің идеясын сатсын, барлығы бірдеңе сатады. Қарап көріңіз жан-жағыңларыңызға, Мысалға, үйде күйеуіңіз машина алайық деп идеясын сатты. Сіз оған Dyson алдыртамай жатсыз, дұрыс па? Алтын бір өзіңізге квартира алдыртамай тұрсыз, Louis Vuitton сумка білмеймін ғой. Міне сондықтан кез келген адам сату өнерін үйренген дұрыс. Міне осы 4-ші сабақта тек қана соған арнайық. Бұл жерде сатқан кезде не нәрсе болсын сатқанда да ең бірінші сіз өзіңізді сатасыз. Тауарды емес. Себебі ол тауарды кез келген жерде бәрі сатады, бірақ именно сізден кеп алуға тұр ғой. Міне именно осы Айнұрдан алсам бірдеңе өзгереді деп кез келген адам өзгерістер сатып алғысы келеді. Осыдан кейін өмірім өзгерсе екен деп өзгерістер сатуыңыз керексіз. Дұрыс па? Мысалға, Dyson, не үшін Dyson сатады? Сіздің салонға бармайық, уақытыңызды құртпайық, күнде үйде укладкамен жүресіз. Одан кейін күйеуіңіз басқаша қарайды, Немесе көйлек сатқан кезде, міне менде осындай көйлек бар, қара деп сатпау керек. Оны тойға барғанда бәрі басқаша қарайды. Сіздің фигураңызды подчеркивать етеді, женственность. Одан кейін мына костюмді кисеңіз, сіздің встречаларыңыз өзгереді. Разница. Байқадыңыздар ма? Подходта қандай? Екі бөлек. Ол примитивный деңгейде әрине затты сатуға болады. Міне сондықтан өзгеріс. Мысалға, менің жағдайымда термомикс сатқан кезде не? Әйелдің эконом уақыты үнем болады, өзіне күнделікті 2 сағат тамаққа кетсе, 2 сағат өзіне арнайтын болады. Термомикспен жартақ сағатта піседі тамақ, Одан қалды оның тамақтары үнем болады, правильно питанияға көшеді, яғни өмірі до и после өзгереді. Мен соны айтам көбінесе. Болмаса, мысалға, ол келіншек үйде отқан шығар, оған уақыт үнемдеген не триггерит может быть. Ол кезде сіз оған мүмкін сен ақша тапқың келеді шығар, мүмкін сен күйеуіңнен независимо болғың келеді шығар, бизнес-вумен. Онда термомикс бизнесі как раз сол деген сияқты. Ол кезде уже сіз бизнес предлагать етесіз. Яғни әр клиенттің өзіне қалауын предлагать етесіз. Сіз өзіңіздің ойыңызды сатпауыңыз керек. Сіз клиенттің болын, проблемасын шешу арқылы соны сатуыңыз керек, понимаете? Мысалға, ол пәтер алғысы келіп жүрсе, сіз ол например, жаңағы теңіз жағалауында алғысы келеді шығар, сіз кеп қаланың ортасында пәтер бар. Болмайды. Болмаса ол стейк жегісі кеп тұрған шығар, сіз кеп тауық сатып тұрсыз да, тауықсын тұрсыз. Қандай разочарование ана клиенттер түсін? Енді кез келген саудада не бірінші қадам? Біз жүйе қалыптастыруымыз керек осы сабақта. Кез келген саудада ол бірінші қоңырау шалу. Дұрыс қой, бірінші звондайсыз. Айнұр, менде осындай алтынмен айналысып бастап жатырмын. Қызық па, көресің ба? Бір жерге барып шай ішіп кетейік деген сияқты, басында осы шаг ең қиын айтады ғой, самый первый шаг, самый сложный деп, бірақ шешінген судан тайынбайды. Бұл жерде кірісіп кету керек та. Сіз өзіңізге бір әдемі бір процедура тауып алыңыз. Мен қалай істеген кезде осы маған ұнайды. Мысалға, маған көбінесе кофейняларда отырып жасаған ұнайды. Маған ондай больно емес. Бірінші звондаған кезде, бірінші үйреніп жатқан кезде бір жүрек солқылдайды, дүрсілдейді, қазір маған отказ береді. Біз көбінесе өзімізге бір қорқыныштарды өзіміз ұялатып жібереміз да. Қорыққанға қос көрінеді дейді ғой. Қалай сондай қазақша менде түсінбеймін. Өзімізге андай страхты көбейте береміз да. Қазір маған отказ берсе, одан кейін кездеспей қойсашы, одан кейін блокқа тығып тастасашы, одан кейін вообще көрмеген Айнұр. Ол олай емес та, жеме-жемге келгенде ол клиенттің вообще ондай ой жоқ. Просто
ой, звондай берді, айтай берді деп ойлайды шығар, иә. Мүмкін ол қатты бос емес шығар қолы, сол кезде ыңғайсыз уақытта звондап қалған шығарсыз деген сияқты ғой. Сондықтан негізі бірақ айтады, кәсіби сатушы болсаңыз, үшінші уже отказда білінетсіз. Қолыңызды босата саласыз ба, әлде керісінше неге аласыз ба, иә? Міне осы сынақтан ақ білуге болады. Енді бұл жерде бұл нені қалай перебороть етуге болады? Енді кешіріңіздер, кітаптар көп орысша оқығандықтан, источник бәрі орысша болғанда, сәл орысша қосылады. Бұл жерде сізде андай күшті бір ниет болу керек, көмектескім келіп тұр деген. Шынымен де, я мен біліп тұрмын, егер осы қыз осыны алса, алтынды дейікші, ал мысалға, мына құрбым осыны алса, қыздар өсіп келе жатыр. Сізге о виднее, потому что эксперт ол емес сіз. Сіз мысалға ағылшынша IELTS бастайық делікші, соны үйренетін кезде маманға барып, маған осылай үйрет, маған райтингті үйрет демейсіз ғой, өйткені маман сол ғой. Я врачқа барған кезде, маған осылай назначить етіңізші демейсіз. Маман сол, сондықтан сол біледі. Дәл қазіргі ситуацияда маман эксперт сіз. Сіз білесіз клиентке не қажет екенін. Сондықтан мына спаррингті, бұл бокс сияқты өте керемет мысал, осы маған қатты ұнайды. Спарринг сияқты осы жерде сіз эксперт болғандықтан ол бір навязывание, настойчивостьқа жатпайды. Сіз не істеуіңіз керек, жүргізуіңіз керек та бойда. Алтын қымбаттап жатыр. Мысалға, дұрыс қой, кезінде 20 мың еді, граммы қазір 50 мың. Егер алып қойсаң, ол инвестиция болар еді балдарыңа деген сияқты енді клиенттің преимуществоларын айтасыз ғой. Енді бұл жерде мама миллионер, яғни біз мама миллионерміз, иә. Ол деген сөз не? Мама деген не жалпы? Ол тамағын істейді, сабағын оқытады, заботится, киімін не қылады, иә. Дәл сол сияқты сол системаны миллионерге құрамыз. Миллионер болу үшін, значит, не болу керек? Яғни біз өзіміздің жүйемізді құрып, не істеу керек? Чтобы позаботиться об этих миллионах, да, ол үшін бізге қоңырау шалу керек, бағана бері не айтып жатыр? Кездесулер ұйымдастыруымыз керек, как нәтиже ретінде жаңа қоңыраудың, иә? Яғни табыс әкелетін қызмет, я қимыл жасауымыз керек қой. Жалпы, ой, мен жұмыс істеп жатырмын деген емес, бұл жерде сіз айлық алмайсыз ғой, бұл жерде сіз өзіңіз жұмыс істеп жатқансыз. Действие, которое приносит доход деп айтты. ДПД қысқаша, иә. Аптасына конкретно қойып қойыңыз керек. Себебі ол бір звондап, желаниең болғанда, олай емес, шабыттанғанда, ол бүйтіп сурет салатын нәрсе емес қой. Ол конкретно жұмыс болғандықтан жұмыс. Мысалға, сіз бір рет тісіңізді жуып қоясаңыз, не пайда? Кариес болмау үшін сіз не істейсіз? Күнделікті 2 рет жуасыз. Дәл сол сияқты нақты миллиондарға жету үшін, табысты табу үшін сізге қажет аптасына осындай жүйе қойып қойыңыз керек. Мен понедельник, среда, пятница мен звондаймын. Вторник, четверг мен, мысалы, біздің жұмысымызда бұл презентация. Товарды біз көрсетіп, жасап көріп, енді қымбатта бар ғой. Сөйтіп біз көрсетуіміз керек. Сол кезде, мысалға, 3 адам көрген кезде, бір адам сол жерде сатып алады, бір адам жұмысқа кіреді, бір адам кейін алады, кредит шығып алады деген сияқты, иә. И бұл жерде сіз адамға қажет нәрсені беруіңіз керек қой, бағана айтып кеткен. Яғни мүмкін бір адамға диваннан тұру үшін бір адамға мысалға саяхат ұнайды шығар, иә. Соны осы мысалға бизнес сатып жүрсе, бизнес арқылы келтіріңіз. Яғни біз не істеп жатырмыз? Біз егіншілер сияқты бірінші жерді дайындап алып жатырмыз, почва, одан кейін оған удобрение салып, иә, кейін жаңбыр жауған кезде біз не аламыз? Соның бәрін жемісін аламыз. Яғни ойламаңыз, иә, болады, менде де болады, звондайсың, анау дейді, клиенттің бір жағдайы келмей жатады, прям звондағанда позитив болып ала қоймайды. Өйткені сауда негенде сіз звондаған кезде бәрі ала берсе, қызық емес қой. Спортта да сіз барып бірден чемпион болып кетсеңіз, қанша адам деген оған жұмыс істеп жатыр күн үстіне. Міне дәл сол сияқты бұл да сіздің сол жолыңыз, өтіп жатқан пути басында. Жерде қараңыз, егер сізде айына мысалға бір-ақ, екі-ақ сондай бір сауда болса, ол не деген сөз? Өзенді елестетіп көріңізші. Біреуде ол кең, иә, өрісі кең, өзен былай. Біреуде бір мынадай. Егер сізде айына бір-екі ғана сауда өзіңізге көңіліңіз қанағаттанбай ма, өзіңізге баға қойыңыз. 1-ден 10-ға дейін қанша? Сіздің потенциалыңыз 10-ға дейін. 9, 10. Сонда мына біреуде ол просто ручеек шығар. Значит, ол не деген сөз? Сіз анализ жасайсыз. Значит, сіз аптасына бір-ақ рет звонок жасайсыз. Дұрыс па? Енді соны күшейтуге қазір жұмыс жасауымыз керек. Жүйені жүйеге орнатып жатырмыз ғой енді дәл қазір біз, бизнес это система. Маңызды мәселе клиентті тыңдай білу. Бұл өте, қалай айтсам екен, золотой навык. Өйткені сіз клиентті тыңдаған кезде ол өзі болын айтады,
проблемасын айтады, сосын сұрап көріңіз. Бұның қандай шешім жолдары бар? Оны да айтып көрсін. Ал менде осындай бар. Қалай ойлайсың, эксперт ретінде? Мына, сондықтан менде оны шешудің осындай жолы бар деген сияқты ғой. Сосын клиент сезеді звондаған кезде, что сен оның проблемасын ойыңда ұстап тұрғаныңда да, сен өткенде қолым тимейді, мысалға менің жағдайымда, уақыт аз. Давай онда сол уақытты босатуға мен саған ұсынысым бар. Дұрыс емес па, термомикс пен заготовкалер жасап, аптасына 1-2 сағат, енді қанша деген опыт бар ғой уже, соны жасап қойсаң, сен аптасына уже күнде 1,5-2 сағат, ал аптасына 7-8 сағаттай өзіңе босата аласың. Оны салонға арнасаң да болады, құрбыңмен кездесуге, дальше өзіңе вкладывать етуге, оқуға арнасаң да болады, ол уақытта. Дәл қазір енді ең қымбат ресурс уақыт қой. Міне сондықтан сол 2 сағатты босату үшін маған жарты сағат таба аласың ғой деген сияқты қоңыраулары болса, ол өте жақсы да. Және де мен саған осындай дайындап қойдым. Мысалға, гайд, жаңағы правильно питание бойынша, я болмаса жылдам тамақ дайындайтын, жарты сағатта кешкі ас дайындайтын гайдтар. Менде уақыт жоқ кездесуге дегендерге айтуға ғой енді, менімен кездескенде пайда бар саған деп. Сосын суббота ыңғайлы ма, воскресенье, оны конкретно сұрау керек. Одан кейін барып нақты да, осы сұрақ дұрыса, чем қашан дегеннен көрі, суббота и воскресенье десе, уже таңдауға сіз беріп тұрса, тест тағыдай. Онан қалды уже бір күн бұрын, 24 сағат бұрын сіз жазыңыз. Ертеңгі в силе, сосын уже 1 сағат қалғанда мен жолдамын. Тоже өте жақсы заттар. Тыңдау өнерін айтып кеттім ғой, соған қатысты. Тыңдаған кезде өте мұқият тыңдау керек та. Менде сол өте нашар қасиет, мынадай ситуация болды менде. По продажам тоже бір курс алдым, өте жас қыздан. Сонда мастер-классыма келіп, не істеп кетесің, мен сізге сатпаймын дедім. Просто менің мастер-классыма келіп, работа над ошибками, давайте жасайық дедім. Сонда келді, көрдім. Мен жоқ, экономия туралы айтып атсың, бірақ бір минус байқағаным, өзің сөйлей береткенсің деді. Мен өзіме жазып қойдым, келесі мастер-класста мен соны отработала. Білесіздер ма, сауда 2-3 есе өсті. То есть клиент өзі айтып отыр, маған керек екен ғой, менің балам аутизммен ауырады, оған осыны алсам, ПП тамақтар дайындасам, термомикспен, безглютеновый деп айтып отырып, өзіне өзі сатты. Понимаете? Разница. Ана көзіне қарап, мұқият тыңдау керек та, как будто от этого же зависит жизнь. Понимаете? Сонда клиент ашылады. Сіз олай тыңдаған кезде ашылғаннан кейін осыны кез келген идеяңыз сатып алады. Бар, разница, понимаете, да, теперь? И осы жерде ұмытпаңыздар, адам не сатып алады, не үшін төлеуге ақша шығаруға дайын, өзгерістер үшін. Тыңдап отқанда жай ғана тыңдап отырмай, дұрыс сұрақтар қоя білу керек та. Мысалға, ақша жоқ дегенде что ты имеешь в виду? Сонда вообще ақша жоқ па, или қалай деген сияқты, я болмаса, нені қалайсың? Мысалға, маған көп әйелдердің не істейтіні, ол жұмыс істегім келеді сияқты, ақша тапқым келеді дейді. Қызығады да, енді до этого өмір домохозяйка болды, қазір бизнес-вумен. Сол кезінде мен айтам, мен сияқты болған кезде, онда мотивацияң қандай? 1-ден 10-ға дейін конкретно қалай ойлайсың? Мотивациям 10 дейді, жанып тұрады, голодный. Мына ондайлармен жұмыс істеу өте күшті. Енді не саған кедергі жасайды? Осы жерде де уже не істеу керек та, әрі қарай как психолог ретінде жұмыс істеу керек та, и клиент деп қарамау керек. Оны пациент ретінде сіз соның болын, проблемасын шеше білуіңіз керек. Тез затыңыз сатып кету емес бұл жерде. Мен ондай методикаға қарсымын, себебі сіз ол адам жоғалтып аласыз. Мына жерде бір кітап бар, клиенты на всю жизнь деген. Қазір келтіріп өздеріңізге бір инвестиция болсын, енді саудада болсаңыздар, онда клиенты на всю жизнь деген кітап бар. Қазір несін көрсетіп кетем, тоже алып оқысаңыздар болады. Сол жерде де көп нәрсе түсінесіз. Сосын мен өткен видеода жаңағы экспонента деген нені түсіндірем деп ұмытып кетіппін да. Бұл өте керемет понятие, қарап отырсаңыздар. Ол не деген сөз? Сіз жұмыстың жаңағы, мысалға, мынадай жұмыс болса, соның мына бөлігін сіз асықпай өтесіз. 6 айын жаймен, ал соңғы 3 айда сіз қарқынды көбейтесіз, өйткені сізде тәжірибе бар ғой. Дәл сол сияқты. Мысалға, сетевойда ол керемет келтіріледі, былай келтіріледі. Сіз 1-ші айда 10 адам шақырасыз жұмысқа, 2-ші айда 20, 3-ші айда 40. Но 9-ші айда ана адамдар бір-бірімен көбейіп кетті, 900 адам болып кетеді ғой. Мынаяқтағы 10 адам мен 900 адам разница бар ма? Міне, осы метод экспонента
оның да графигін мына жерге қойып кетем, түсінікті болу үшін, және де жаңағы скриншоттап алсаңыздар да болады. Ақша жинауға, кез келген бизнеске де бұл қатысты. Яғни басында сізде қолыңыздан келмесе, ойламаңыз. Ол кейін көп жинайтын нәрсеге алып келеді. Жеме-жемге келген кезде енді дәл бірден болмайды ғой. Даже баланы сіз туғыңыз келсе де, сіз бір айда 9 әйелді екіқабат қылсаңыздар да бала туылмайды. Оған уақыт керек. 9 айда бір әйел ғана бір бала туады. Дұрыс емес па, иә? Сосын тағы дауыс. Дауыс өте маңызды. Насколько вы довольны, бірден 10-ға дейін осы дауыспен жұмыс істеңіз. Ол енді көбінесе қазір живой встреча емес, телефоннан ғой. Сол телефоннан бәрі сезіліп тұрады. Сіздің сенімсіздігіңіз өзіңізге деген, әр адам бір сенімді адамнан алғысы келеді. Айттық қой, адам адамнан алады деп, сондықтан адам затты алмайды. Адам адамнан барып затты алады. Сондықтан міне осы ал адам дегеніміз не? Ол оның походкасы, уверенности, дауысы, соның ішінде миллионердің дауысы дейміз ғой. Давайте үй жұмысына осы дауыспен жұмыс істеу болсын. Қаншалықты сіз қанағаттанасыз, бірден 10-ға дейін, тағы басқа. Ал келесі жүздескенше, как всегда, лайк пен комментарий сұраймын сіздерден.